Сәлем жақсыларым. Үй жағдайында балды торт өте дәмді әрі жұмсақ. Ол үшін бірінші тостағымызға 5 ас қасық медті салып, баяу отта осылай ерітеміз. Сосын сұйық қылып ерігеннен кейін жарты шай қасық сода саламыз. Осылай реакция береді, көпіршейді. Қозғап тұрамыз осылай. Осындай қоңырқай түске енгеннен кейін бір пашка сармайымызды салып ерітіп аламыз. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейміз. Осылай ақ көпікке енгенше. Сосын оған бір бокал шекер қосып, жақсылап миксерлейміз, көпіргенше. Осылай көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын жаңа газда ерітілген қоспамызды қосамыз. Қосып отырып миксерлеп отырамыз. Түсі осындай сұйықтық болады. Оған 1,5 кесе ұнды електен өткізіп алып, жазырақ литр қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Қоспамыз осындай болады, қою емес, сұйық емес, орташада. Енді тапамызды дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп, 8 ас қасықтан салып, осындай домалақ пішінге келтіреміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Менде осындай 5 корж шықты. Өте жұмсақ. Кремін қосып, сразу кесіп жіберсеңіздер болады. Өте жұмсақ болады. Мен креміне ыстық крем қостым. Алдыңғы видеоларда қалай дайындау керек туралы бар ыстық кремді. Осылай қосып, әдемілеп арасына жағып шығамыз. Жанындағы кескен өгінділерін осылай бетіне себеміз майдалап. Міне, өте дәмді әрі жұмсақ қана балды тортымыз. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.